你给我站起来，邵阳！还有脸给我坐着是吧？站起来！ Бағана сен мектептің алдында кімге айғайлап тұрсың? Шауяң. Не істедім сізге? Не істедім дейсің бе? Соншама адамның алдында шешеңе даусыңды көтеріп, бетін түсірдің. Тамақтасу формасымен келмеу керек қой мектепке. Ер жігіт емес екенсің сен. Сен шешеңнің киімін намыс көріп тұрсың. Ал шешең сенің жылда сыныптың арты болып жүрген оқу нәтижеңді намыс көрді ме? Ол саған неге 5-пен оқымадың деді ме? Осы үстіндегі сен менсінбеген формамен сені асырап жүр емес пе? Барлығың тыңдап алыңдар. Білімнен бұрын адам болуды үйреніңдер. Болмаса бұл жерде отырмаңдар. Білім алуға лайық демессің. Бірдеме десе, мен жеткіншектік кезеңдемін. Осындай қырыс мінезім болады дейсіңдер. Сен осы мінезіңді ұнатқан қызыңа неге көрсетпейсің? Қызыңның алдында сен келбетті, кеңпейіл, ақылдысың. Саған жегеніңді, ішкеніңді, кигеніңді алдыңа әкеп берген атанаңды солай құрметтесеңші. Тағы бізде маркалы айфон болмаса, маркалы киім болмаса, қолданбайтындар бар. Сол тырнақтай абырой үшін әке шешеңе қысым саласың. Әке шешеңнің самайына қарашы. Ағарып кетіп пе? Қолдарын көрші, тозып кетіп пе? Телефонмен ойын ойнағанда түрлі жабдықтар мен киімдерді еш ойламастан сатып аласыңдар. Сол көзге көрінбейтін өтірік дүниеге ақша құртасыңдар. Ал шешеңе бірдеңе алып бердің ба? Сен үшін деп жүгіріп жүрген шешеңнің қадірін білмей, намыс көріп оны, ұялмадың ба сол бейнеңнен? Сабақта нашар болсаңдар, мен осынша ашу шақырмаушы едім. Бірақ адамдық жолынан азып кетсеңдер, мен жол қоймаймын. Шауяң, сенің шешең сарғайған киімін қолына ұстап, бұрышқа барып жылап қалды білесің ба? Сен ер жігіт болсаң, бар күшіңмен жақсы оқып, шешеңнің үстіндегі формасын кигізбеуге тырыс.